Так, сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы радио байланыс детекторлық радио қабылдағыш. Бұл тақырыптың ішінде балалар бізге радио деген сөзден басқа ештеңе де таныс емес, да? Радио деген сөз. Бұл әрине қиын тақырыпқа жатады. Қиындығы бұның неде дегенде. Біз мысалы механикадан сабақ өткен кезде мысалы дене қозғалып барады, дөу алады, тоқтады дегенде, оның біз барлығын көріп отырамыз дененің, да? Қай жерге барып тоқтағанын, азайып бара жатқан жылдамдығын, көбейіп бара жатқанның барлығын көріп, бәрін біліп отырамыз. Кәдімгідей көзбен көріп, қолмен ұстауға келеді. Ал сендер өздерің білесіңдер, электромагниттік толқын деген вообще ол көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейді, даже құлақпен естуге де келмейді оның. Мысалы, электр тоғы жүріп жатыр деген, ол тоже электромагнит толқын жүріп жатыр. Бірақ оның дыбысын естімейсің ғой сен. Бұл тақырыпта электр тоғы деген тақырып өткен кезде мен әдемілеп өздерің айтам, иә балалар. Сондықтан бұның қиындығы оның көзбен көріп қолмен ұстауға келмейтіндігі. Онымен еще радио деген біз білеміз, радио деген бірдеме сөйлеу керек етеу. Хабарды бір жерден бір жерге тарату керек. Оған бұның қандай қатысы бар деген сұрақтар туады, иә балалар. Мен осыған байланысты балалар бірнеше кісінің аты жөндерін ертеректе бір сабақта жазғам, соны қайта жазғым келіп тұр балалар. Өйткені ол бізге керек болады. Ең бірінші балалар бізде Эрстед деген кісі тәжірибе жасаған. Эрстедтің тұжырымдамасы деп мен айтқам, да. Эрстед деген кісі не істеді деген ол бүйтіп айтқан. Қандай да бір сымның бойымен бүйтіп тоқ жүріп тұрса, оның маңайында магнит өрісі пайда болады бүйт. Тоқтан магнит пайда болады деп айтқан. Сосын Эрстедтен кейін Майкл Фарадей деген кісі айтқан. Кері неге істеуге болмайды? Ол кері болуға болады, ол деп айтқан, иә, Майкл Фарадей деген кісі. Ол айтқан, мен магниттен тоқ шығарып алам деген ол кәдімгі. Мысалы, мына жағы N, мына жағы S, мына магнит, иә? Мысалы, бүйтіп қояйық. Мына жерде бір контур бар деген. Тоқ жүру керек мынадан, да? Мұның бойымен тоқ жүру. Но енді бағыты дұрыс. Терісіне я не вручаюсь, өйткені оны ленц ережесі бойынша анықтау керек, иә? Мен просто қазір сызайын, да? Просто жаймен. Мына сым тұйық, бойында тоқ жоқ, естественно, өйткені ол тоқ көзі жоқ. Ал егер магнитті алып келіп, осы сымның ішінде немесе жанында бүйтіп жоғары төмен қозғалсақ, мынаның бойымен тоқ жүреді. Біресе мына бағытта, біресе мына бағытта. То есть ол магниттен тоқ шығарып алған. Алғаш рет практикалық жолмен ол кісі тоқ шығарған. Осылай жаңа қазіргі заманда тоқ өндіретін генератор деген негізі осыдан қалған, көрдің бе? Бірақ бұлардың барлығы, Фарадей, оған теориялық жүрде түсініктеме бере алмаған. Бұның теориясын кім жасаған? Максвелл деген кісі жасаған, да? Максвелл деген кісі ол теориясын шығарған. Ол айтқан, егер электр өрісі өзгеретін болса, электр өрісін кернеулікпен, магнит өрісін, магнит индукциясы вектормен былай сызатын болсақ, олар бүйтіп өзгеретін болса, бүйтіп, ол бірін-бір өзгеріп туғызады деген. Мына бүйтіп қояйын. Өзгеретін электр өрісі, өзгеретін магнит өрісін туғызады. Ол келесі өзгеретін электр өрісі осылай ол туа береді, және ол кеңістікке тарай береді деп осылай ол электромагниттік толқынның теориясын салды ғой. Кеңістікте тарайды осылайды. Электромагнит толқын деген болады деген, иә? Ну, давайте енді сол электромагнит толқын солай тарайтын болса, енді қолдан істеп көрейік те бұны деп адамдар енді оларды айланысты ғой. Осыны бірінші Генрих Герц деген кісі алғаш рет осыдан не істеді? Электромагниттік толқынды жасап шығарып қолдан. Толқынды жасады деп қояқшы. Ол жаңа антенна деген нәрсені придумал, да? Антенна.
Антенна электромагниттик толқынды шығарады, ие оны қабылдайды деп. Осылай қолдан электромагниттик толқын жасап шығаруға болады деп. Тәжірибе жүзінде көрсеткен тәжірибе осылай былай істеуге болады. Бірақ енді қайда қолдану керек? Енді осы электромагниттік толқынның көмегімен қандай да бір информацияны, хабарды бір жерден екінші жерге жеткізуге болады. Хабар дегенде не только сөз, даже соңғы кезде ол уже немер болды, уже бейне, кескінді де жеткізуге болады. Осының негізін салған кез, немесе радионың алғаш ашқан кісі Попов деген кісі, я. Вот біз как раз бүгін осы туралы айтқалы тұрмыз, көрдің бе? Вот осы кісі туралы айтқалы тұрмыз. Вот осындай кісілер қаншама заманмен еңбек етіп, содан кейін осы шыққан екен ғой, көрдің бе? Поповпен параллель енді Маркони деген кісі, итальяндық. Маркони, по-моему, да? Маркони деген кісі бастаған команда, ол да жасаған, екеуі одновременно жасаған, независимо друг друга деп сөйтіп айтады. Енді алла біледі, қайсысынан көшірген или екеуі параллель істеген. Әйтеу радионы осылай істеген олар алғаш. Осы радионы алғаш осылай істеген ол кісілер. Бәрі сонда жаңағы жоқ жерден пайда болған жоқ екен. Адам баласының жаңағы интеллект өсуіне байланысты, енді одан күнделікті қажетке байланысты, қажеттілікке осылай жұмыс жасап, осындай результат көрсеткен екен, е? Осылай балар 7 мамыр күні 1895 жылы, 1895 жылы 8 мамырда, мамыр. Қазір енді білмеймін қалай тойлайтын оны. Бұрын бізде ден радио деп кәдімгідей тойлайды, ден радио деп. Өйткені алғаш радионың негізін Попов деген кісі осы күні демонстрация жасаған осы радиомен. Ол кәдімгідей жаңа ол Ленинград қаласы ол кездегі офицерлерге сабақ беретін мұғалім болған. Сол кісі жаңағы бір үлкен қауымдық жиналыста осы сигнал таратқан 200 неше метр жерге. Но дәл есімде жоқ, әйтеу 250 ме сондай метр жерге қашықтыққа Генрих Герц деген сөзді морз түрінде таратқан болды. Ол үлкен сенсациядан боласы тарихта. Одан бұрын қайтеді, білесіңдер ғой балалар. Мысалы, дүниені дүрсілкіндірген Шыңғысхан деген кісінің өмірден қайтқанын білдіру үшін әрбір биік таулардың басына жаңағы от жағып, түтін тұтатып, бәленбай уақыттың ішінде Шыңғысхан өмірден өтті дегенді өзінің жеріне жеткізген мысалы. Ол кісі жорықта жүріп қайтыс болғанға. Вот сондай жолма жеткізген. Немесе хабарды кейбіреулер хат жазып көгершіннің аяғына байлап қоя береді, да? Ал енді тура ғана без посредника тура хабарласам десең, ол дыбыстың жылдамдығы 350 метр секунд. 350 метр секунд жерге тынық ауада болса, қанша метр жерге дейін сенің дыбысың естиді. Білмеймін, көп болса 1 километр шығар, одан ары қарай сенің дыбысың естілмейді. Я? Сондықтан қайту керек. Басқа бірдеме ойлап тауып керек адам баласы. Бір посредник ойлап тауып. Осыны ойлап тапқан кісілер, мына кісілер міне. Мына кісі болғанда осы кісі ғой міне, Попов деген кісі, я? То есть ол жаңағы электромагниттік толқынның көмегімен дыбысты қашықтыққа жеткізген. Мұнда алғашында ол дыбыс жеткізген жоқ ол үшін. Ол просто электромагниттік толқынды морз деген нәрсені естудерің бар ма? Морз деген балалар тыңшылық іс-әрекетте көп қолданылады оны. Әріптердің барлығы точка мен сызық екеуінің комбинациясынан тұрады. Мысалы, А деген әріп сызықша болса, Ә деген сызықша, нүкте деген сияқты, енді мен точно айтып тұрғам жоқ оны. Өзінің жаңа обозначениесі бар. Оны код деп айтекен. Нүкте мен сызықтан тұрған код алғаш. Осы кодтың көмегімен бір жерден екінші жерге дұрыс жеткізеді. Мысалы, деп. Ол сонаны жақтары шифровка жасайды, әліппе жаңағы справочник ма, содан дыбысын еметеді. Вот осындай әдіспен жаңа Попов
Генрих Герц деген сөзді 250 километр жерге жеткізген, по-моему, 250 километрға дейін. Точно есім жоқ айтып. Ол бірінші рет тарихта, адамзат тарихында осындай жаңа передавать еткен. Әйтпесе, алло, как дела деген сияқты сөз емес ол. Ол кезде Морзе тілімен жеткізген. Но все равно информацияны келесі бір жерге электромагниттік толқынның көмегімен жеткізген. Солай. Түсінікті ғой, болды. Электромагниттік толқынның көмегімен жеткізген. Вот 250 метр қашықтыққа екен ғой, балалар, 250 метр қашықтыққа, 250 метр қашықтыққа жаңағы Генрих Герц деген сөзді жеткізген. Ну, аны Герцтің құрметіне ғой. Балалар? Енді осы қандай амал қолданған, қандай нәрсе қолданған, бұған деген нәрсе осы сөз болады енді. Бұл как эта штука работает деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда, балалар. Мен енді соның суретін сызам да, біраз уақыт алуым керек, дайын суретін менде жоқ, балалар, сондықтан суретін сызамыз. Мына ұқсаған Кагарер деген нәрсе болады мен. Кагарер қазір мысалы техникада предохранитель деп айтады, соғысаған нәрсе. Ортасында стружкалар бар, металлические стружки, металдың ұнтақтары. Сосын кейін ол қайтылген, ол жаңағы қосылады неге. Міне жерде реле бар біткен. Реле былай. Электромагнит. Оны қазір енді түсінбеулері мүмкін. Ну, енді түсінесіңдер сендер, өйткені өттік қой оны 8-ші кластылар, да? Мысалы, біткен міне. Бітіп қойсаң. Деп қояқ, да? Сосын мына жағынан оны тоқ көзіне қосамыз, да? Тоқ көзіне қосамыз. Мына жерден тоқ жүрген кезде анауанан өзіне тартады деген сөз ғой ме жерде, мынаның мына жерінде біткен не бар жаңа? Қоңырау бар. Мына жерде қоңыраулы ұратын не бар жаңа, мына былай қарай тартылады мына стружкаға. Қазір айтамын, как это работает. Сосын мына жерде антенна бар дейді. Мына жерде жаңағы былай қарай сызып қоямыз. Мына жерінде былай қарай суреті бар біткен, да? Заземление дейді, жерге қосып қояды бүйтіп. Арасын бітіп қосады вообще былай қарай. Кітаптарында бұл сурет бар, балалар. Сондықтан оны мен бір ерекше айтып сызбай ақ қояйын, сызбай ақ қояйын. Қазір мынаның принципі былай, балалар. Вот мынау Кагарер, вот главный нәрсе мынау сол Кагарер деген. Кагарер деген ішінде жаңағы металдың стружкалар, ұнтақтары бар. Жай уақытта бұл тоқ өткізбейді. Өйткені металдардың ұнтақтары бір-бірін жабысып тұрған жақ алшақ жерде жатыр ғой. Енді соған қандай да бір жағдаймен мына жағында электромагниттік толқын келеді ғой, сырттан бір сигнал келеді, да? Электромагниттік толқын сигнал келгенде мынаның ішіндегі металл ұнтақтардың жаңағы нетеді, арадарында ұшқын пайда болады. Ұшқын, искра дейді ғой. Содан мына ұнтақтар бір-біріне жабысады, как будто бір сым құсаған нәрсе пайда болады жаңағы. Соның бойымен тоқ жүреді. Көрдіңіз бе? Тоқ жүргенде қайтеді дегенде, содан кейін мына жақтағы мына реле дейді, мына катушка мынаны тартады. Тартқан кезде ол балға кеп жаңағы қоңырау тұрады. Қоңырау сыр еткізіп қоңырау тұрды деген сөз бірдеме келді деп. Мысалы, қазір магазиндердің есігіне бірдемелік қояды ғой, мысалы. Есікті ашқанда жаңағы біреу кіргенін көретін, сол сияқты қоңырау тұрғанда электромагнит толқынның бір несі келді деп, бір легі келді деген сөз, Ол сонда бір легі келді, енді қайтеді дегенде қоңырау қайтадан серпіліп, ана Кагарерді соққанда жаңағы бір-біріне жабысып тұрған ұнтақтарды қайтадан бөліп жібереді. То есть ол келесі сигналды қабылдауға дайындалып тұр деген сөз. Сонда Кагарердің ұнтақтары
бір-бірінен ажырап қайта қосылып, ажырап қайта қосылады. Ажырататын қоңырау не жердегі, ал жаңағы қосатыны ол сырттан келген электромагниттік толқын. Осының әсерінен жұмыс істейді. Оған қарапайым принцип осы екен. То есть дәл осы принципке негізделіп, жаңағы радио байланыс жасайтын алғашқы қондырғы осылай жасалынған екен, иә? Сонда ең негізгісі ол КГРР деген нәрсе екен, иә балалар, КГРР деген. Так, енді ары қарай жүреміз балалар, иә? Енді ары қарай жүреміз. Уақытымызды бір байқайық, тағы да сөйлеуге бола ма, жоқ па деген уақыт жете ме деген. Жетеді. Біраз уақыттар бар, иә? Осылай электромагниттік толқынды келді деген білетін, засекать ететін осындай жаңағы қондырғы бірінші рет жасалынды, да? Біз оны айтамыз, Попов жасады. Так, енді ары қарай әңгіме айтатын болсақ былай балалар, иә? Енді қандай да бір дыбысты алыс қашықтыққа жеткізу керек. Ең алдымен дыбысқа тоқталайық, иә? Мысалы, біз қазір енді күнде Америкаға сөйлесіп атамыз ғой, Вашингтонға, да? Вот енді сен попробуй жоқ жерде тұрып айғайсаң, мама маған бауырсақ керек деп айғайласаң, ол бәрібір естілмейді ғой, какой Вашингтон уже. Мына жерде бір көшеден екінші көшеге естілмейді. Соны қандай да бір жолмен Вашингтонға жеткізу керек, е? Бұны ертегі айтқанда. Қалай бұл істелінеді деген, е, балалар? Қалай істелінеді? От генератор деген нәрсе болады, е? Генератор. Генератор деген нәрсе электромагниттік толқын шығаратын нәрсе ғой. Немесе қандай да бір толқын шығарады. Сонда генератор негізінде балалар былай деп айтады, е? Электромагниттік толқын генераторы и дыбыс генератор. Дыбыс генератор деген өткенде біз айтқанбыз. Өте жоғары жиіліктегі электромагниттік толқын шығаратын бір генератор бар деп есептейік. Өте жоғары жиілікте болса ғана ол алыс қашықтыққа жете алады. Өте 9-шы класстарда да өткенбіз электромагниттік толқынның бір квантының энергиясы H-нью деген. Мына энергия көп болған жағдайда ғана жеткізеді. H деген планк тұрақты, сол тұрақтысам ғой, ал нью көп болғанда. Ньюді көбейте берсең, қуаты энергиясы көбейе береді, ол алыс қашықтыққа жетеді деген. Ол нью өте көп болады, иә? Енді мысалы мына жерде адамның құлағы бар. Мынау құлақ деп қояйық. Құлақтың еститін жиілігі ол 16-тан 20 мың герц қана ғой, көрдің бе? Бұл герцдегі толқын ол жаңағы естілмейді, никудышный деп айтады ғой, сіз айтқанда алыс қашықтыққа бармайды. Сондықтан өте жоғары жиілікте жібереді екен. Ал енді өте жоғары жиіліктегіні 20 мыңнан бәлемпайесі жоқ көп, оны құлақ қабылдамайды, қыз бұл көретінді. Как будто ештеңе жоқ соған болып қабылдамайды. Мысалы, сондықтан біз электромагниттік толқын болатын электр тоғын естімейміз, электромагниттік толқын болатын жарықты естімейміз, электромагниттік толқын болатын жылуды естімейміз, электромагниттік толқын болатын рентген сәулесі, гамма сәулесі, олар вообще ешкім естімейді. Өйткені оның жиіліктері өте жоғары. Сондықтан осындай өте жоғары жиіліктегі шығарып алады екенде, осы жиілікке жаңағы механикалық дыбыстың толқын екеуін қосады екен. Осы қосуды модуляция деп атайды. Модуляция. Сонда бүйтіп жазып қоямыз балалар, иә? Анықтама жазамыз бүйтіп. Төменгі жиіліктегі дыбыстық толқынды жоғары жиіліктегі электромагниттік толқынмен қосуды модуляция деп аталады. Модуляция деп атайды екен, иә? Төменгі жиіліктегі, вот нью дыбыс деп қояқ, иә? Қосасын жаңағы жоғарғы жиіліктегі электромагниттік қосу условно осыны модуляция деп атайды.
Модуляция. Модуляцияның өзінің бірнеше түрі болады. Амплитудалық дегені болады. Амплитудалық. Екіншісі жаңағы фазалық дегені бар. Жиілік. Осындай 3 параметр арқылы қосады жаңағы. Бұл енді условно былай қарай сызып көретін болса, ол былай дегенсіз, иә балалар. Бірінші, бұл давайте 3 не сызайық жаңа, да? Координаттары өсін сызайық біткен. Біріншісінде жаңағы жоғарғы жиіліктегі электромагниттік толқын. Я? Жоғарғы жиіліктегі электромагниттік толқынды примерно былай сызуға болады, да? Вот битіп сызуға болады. Кетіп атыр, да? Жоғары жиіліктегі электромагниттік. Мысалы, мына жерінде ол электромагниттік толқын тоқ күшімен алатын болсаң, мысалы. Мына жағын уақытпен алсақ, иә? Жоғары жиіліктегі электромагниттік толқында. Мынау астындағы бұл дыбыстық толқын. Дыбыс ол төменгі жиілікте ғой, көрдіңіз бе? Екеуін қосады бүйтіп міне. Модуляция деген сол. Екеуін қосады дегенде, ол арнаулы жаңағындай қондырғы бар да, ол сол арқылы қосады. Сосын кейін ол мына ұқсаған нәрсе шығады, иә, қосқанда. Мынаны қайталайды, просто мынаны бүйтіп. Енді мен условно сызайын да. Бүйтіп, иә. Бірақ ол қалай қайталайды енді? Ол енді былай қайталайды, иә. Әр түрлі жолмен сызған. Мынаны былай қарай симметричный шығаратын болсаң, мынаны бүйтіп неметеді дегенсіз. Бұл көрдің бе? Мынау мына жиілік жағына мынаның жиілігіне сәйкес келіп тұр, амплитудасы жағына мынаған сәйкес келіп тұр, иә? Жаңағы дыбыста апардықта біз жаңағы электромагниттік толқынға мінгізіп жібердік. Это поехал куда? Вашингтон поехал. Көрдің бе? Енді ол ане жерге барғаннан кейін мынаны біз естиміз бе? Мынаны біз былай құлақты сықпаған тағы да. Жоға, естімейміз ғой. Соны қалай? Өйткені бәрібір мынаның жиілігі көп қой. Жиілігі көп. Сондықтан енді қайлаймыз. Осы жерде сосын кейін енді детектор деген сөз шығады. Детекторлеу. Сонда бірінші модуляция екен, иә? Модуляция, одан кейін қайтеміз. Детекторлеу деген. Детекторлеу. Детекторлеу. Модуляциядан кейінгі жүрілетін жаңағы операция, ол точно детектор деген сөз. Я детекторлеу деген. Енді детекторлеу дегеніміз неме дегенде балалар? Ол жаңағы жоғары жиіліктегі электромагниттік толқыннан төменгі жиіліктегі механикалық толқын немесе дыбыстық толқынды бөліп алуды айтады. Сосын кейін ол, сосын естіледі адамның құлағына. Ол жаңағы телефонның ішінде болады, ол устройствода. Телефонға сигнал келеді, жаңағы жоғарғы жиіліктегі электромагниттік толқын, ол жаңағы модуляцияланған, онда жаңағы дыбыстық толқын екеу қатар бар, оны сен естімейсің, телефонның сыртында естімейсің ғой. Телефон трубкасын құлаққа салғанда, құлақта уже механический голос кәдімгідей шығып тұрады. Мамаң саған айтып атады. Біз осындай нәрсе саған посылка жібердік деп. Бұл сол жаңа детекторлеу процесі, ол жаңағы трубканың ішінде атқарылып жатыр, арнаулы радиотехникалық приборлар арқылы. Енді оның бәрін мен жаза бермеймін балалар. Кітапта да жазған, онда ол зачем енді? Оны сен ешкім сұрамайды оны. Сұрайтын кейбір бірнеше сұрақтар мен айтам артынан бұд. Енді қайтып жауап беру керек. Әйтпесе, соңғы шыққан оқулықта через шумен етіп кеткен. Вообще көресіңдер балалар. Как будто сен жаңағы связисті инженер ұқсаған. Содардың білетін біреу жазған ау дейм, видимо бірдеме.
Оны ұқпайсың, оқу мүмкін емес вообще мектепте оны оқу мүмкін емес. Осын детекторлейді, сосын ажыратады, осылай былай дыбыс естіледі. Сия балдар. Но бұған әзірше есеп шығармай қояқ балдар, өйткені көбірек сөйлеп кеттік. Мен келесі сағатта тағы да сөйлеймін. Сондықтан назарларыңа көп рахмет, сау, сәлеметте болыңдар.